Бұл сабақта таңдаған затымыздың сатушысына сұрақ қоюды, алған затымызды бағалауды үйренеміз. Бұл жерде мысалға алдымен сұрақ қоюды көрсетейін. Мысалға мен мына көйлектерді қарап жатырмын. Мысалға мына көйлекті қараймын. Сатушыға қандай да бір сұрағым болса, мысалға размер на размер жүреді ма, мысалға матасы қандай деген сияқты, енді білмеймін қандай сұрақ қойғыңыз келеді. Соны мына жерге жазуға болады. Міне төмен қарай түссек, міне мына жерде міне ұрын сору деп тұр ғой. Міне осы мынау алушылардың қойған сұрақтары. Осы қандай сұрақ қойды, оған сатушы қалай жауап берді, соны скрин жасап переводчикке салып аударып оқуға да болады, өзіңіз сұрақ қоюға да болады. Ол үшін міне ұрын сору дегеннен басамыз. Міне осы жерде мына төмендегі екі кнопка тұр ғой, соның біріншісін басамыз. Сатисия сор деген. Міне осыны басып, мына жерге өзіміздің сұрағымызды жазуға болады. Сұрақты әрине түрікше қоямыз. Ол үшін переводчикқа әуелі сұрағымызды орысша немесе қазақша жазып, оны түрікшеге аударып, сол жақтан копировать етіп әкеліп, мына жерге ставить етеміз. Міне осылай ставить етеміз. Сосын мына төмендегі гондыр деген кнопканы басып, сұрағымызды жібереміз. Одан кейін сатушының жауабын күтеміз. Ал енді сатып алған затымыз қолымызға тигеннен кейін оны мынандай жұлдызшамен бағалауға, комментарийіміз жазуға, фотоотчет жіберуге болады. Оны қалай жасаймыз? Ол үшін мына хисабымды басамыз. Мына жерде дегерлендірмелерім дегенді басамыз. Екінші тұрған. Бұл міне сатып алған заттарымыз. Мысалға мен мына детский киімді сатып алдым. Ол қолыма тиді. Одан кейін мен оны бағалау үшін мына сол суреттің қасындағы мына ұрыны дегерлендір деген кнопканы басамын. Міне 5 жұлдыз тұр. Егер ол маған қатты ұнаса, міне 5 жұлдызды басамын. Осылайша бағалаймын. Мысалы ұнамаса 4 деген сияқты, 3 деген сияқты, өзіңізге қалай ұнады солай бағалайсыз. Мына жерге комментарий жазуға болады. Тоже түрікше аударып алып ставить етіп қоямыз. Және мына жерде мына фотоаппараттарды басып сурет қоюға болады. Астындағы галереядан, мына жерде бірден фотоаппаратпен бірден түсіріп алуға болады осы жерден, немесе мына галереядан дегенді басып, ең әуелі түсіріп алған суретімізді осы галереямыздан таңдап қойсақ болады. Міне осылай өзіміздің оценкамызды, бағамызды беріп отырамыз.